Баршаңызға қайырлы күн. Кез келген адам тым болмаса бір рет шетелге барып қайтқысы келеді, бірақ шетелге бару үшін қалай дайындалу керек, неден бастау керек, бұны әркім біле бермейді. Алайда шетелде оқығысы, жұмыс істегісі, немесе жай ғана саяхаттағысы келетін адамдар өте көп. Қазір мен сіздерге турагенттер, тіпті сіздің шетелдегі достарыңыз, туыстарыңыз айта бермейтін ең маңызды 7 кеңесті ұсынғым келеді. Ең бірінші, ол бізде виза қажеттілігін тексеру. Яғни сіз кез келген мемлекетке баратын болсаңыз, міндетті түрде интернет арқылы тексеріп алыңыз. Ол мемлекет визаны қажет ете ме, әлде қажет етпей ме? Соны бірінші біліп алыңыз. Мен жақын арада Еуропа мемлекеттерінде, оның ішінде Италия, Швейцария және Франция мемлекеттерінде болдым. Ол мемлекетке бару үшін маған Шенген визасын алу міндеттелінді. Шенген визасын алу үшін мен Италия мемлекетінің елшілігіне барып, сол жерде құжаттарымды тапсырып, Шенген визасын алған болатынмын. Екінші, ол бізде қажетті приложение, яғни қосымшаларды орнатып алу алдын ала. Ол қосымшалардың ең маңыздысы ол Google Map'ты ұсынамын. Google Map приложениесін скачать етіп алыңыздар. Себебі бұл приложение арқылы сіздер өте оңай түрде ориентир ұстай аласыздар. Бұл приложениеде кез келген адресті жазатын болсаңыз, ол адреске дейін сізге қандай автобус, қандай пойыз, троллейбус, метро, тіпті жаяу қалай бару керектігін көрсетеді. Сондықтан да мен бұл приложениені міндетті түрде алдын ала телефонға орнатуды ұсынамын. Екінші бізде ол Google Translate приложениесі. Яғни сіз бұл приложение арқылы кез келген вывеска, меню, кітапты, камераны осы текстке апарсаңыз, бұл сізді өзіңізге қажеттіліге тез аударып береді. Және де Еуропа арасында бір мемлекеттен екінші мемлекетке, немесе бір қаладан екінші қалаға барғыңыз келсе, сіздерге міндетті түрде FlixBus приложениесін установить етуді ұсынамын. Бұл бүкіл Еуропа бойынша жүретін автобустар. Үшінші, роуминг тексеру, яғни шетелге барсаңыз, бірінші қысқа мерзімде сізде міндетті түрде роуминг болуы қажет, яғни сізге интернет қажет болады. Сондықтан интернет дұрыс жұмыс істеу үшін өзіңіздің телефоныңыздағы настройкадан роумингті дұрыстап баптап алыңыз. Төртінші, банк карточкаларын тексеру, яғни Еуропа мемлекеттерінде мен барған қолма-қол ақша өте сирек кездеседі. Кез келген бутик, кез келген магазин, тіпті лавочкалардың өзі де карточканы қабылдайды. Сондықтан сізге аса көп сумманы өзіңізбен қолма-қол алып жүрудің қажеті жоқ. Бесінші, өзіңізбен бірге міндетті түрде Powerbank, яғни карманная зарядка дейді, внешняя зарядка дейді, соны сатып алыңыз міндетті түрде. Ол өте қажет, себебі кез келген уақытта телефоныңыздың зарядкасы бітіп қалса, Powerbank сізге ең қажетті құралдардың бірі. Алтыншы, ағылшын тілін тым болмаса ауызекі тілде сөйлейтін деңгейде білу. Тым болмаса күнделікті айтатын сөздерді біліп жаттап алғаныңыз абзал. Мен өзім шынымды айтсам, тек қана ауызекі күнделікті өмірге қажетті сөздерді ғана білемін. Жетіншісі, қауіпсіздік және сақтық шараларын ескеріңіз. Егер сіз жаңағы шетелге шығатын болсаңыз, интернеттен немесе ютубтан жаңағы сол мемлекет туралы барынша көп ақпараттар алыңыз. Ол мемлекеттердің табиғи апаттар немесе митингтер болмай жатқанына көз жеткізіңіз. Содан кейін барғаныңыз өте абзал. Сондықтан да қандай бай мемлекетке барсаңыз да, қандай қауіпсіз мемлекетке барсаңыздар да, кез келген мемлекетте алаяқтар мен ұрлау болуы әбден мүмкін. Сондықтан өздеріңіздің құжаттарыңыз бен әмияндарыңызға сақ болыңыздар. Мен шынымды айтсам, өзімнің әмиянымды бұрынғы ата-әжелеріміз сияқты әмиянды мынандай салафанға салдым, одан кейін оны пакетке салдым, одан кейін оны киімнің ішіне барып орадым, сөйтіп сөмкенің ең төменгі жағына салып қойдым, чтобы жоғалтып алмау үшін, және де максимально сақтану үшін. Ал сіздер өзіңізге ыңғайлы қауіпсіздік шараларын жасауыңызға болады.
Сонымен мен барлық шетелге барушыларға, саяхаттаушыларға, жұмыс бойынша барушыларға, оқу оқитындарға сәттілік тілеймін. Егер менің жасаған видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып каналға тіркеліңіздер.